Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздерменен қазір қазақ тілі морфология курсы бойынша екінші дәрісімізді бастаймыз. Дәрісіміздің тақырыбы грамматикалық мағынаның түрлері, грамматикалық мағына мен форманың сәйкестігі және грамматикалық категориялар деп аталады. Бүгінгі дәрісте қарастыратынымыз грамматикалық мағына мен лексикалық мағынаның ара қатынасы, грамматикалық мағынаның берілу тәсілдері мен жолдары, грамматикалық мағынаның түрлері, оның ішінде жалпы грамматикалық мағына, категориялық грамматикалық мағына және қатысты грамматикалық мағына. Грамматикалық мағына мен грамматикалық форманың сәйкестігі, грамматикалық категориялар мен олардың түрлері. Лексикалық мағына мен грамматикалық мағынаның ара қатынасы қандай? Сөз деп танылу үшін ода лексикалық мағына болу міндетті дейміз. Дегенмен тілде кейбір сөздерімізде лексикалық мағына болмайтындықтан грамматикалық мағына да қатар жүреді. Сөздің лексикалық мағынасы нақты, ұғымдық мағына. Яғни бір сөзден екінші сөзді айыратын реестрлік сөздік мағынасы болса, грамматикалық мағына сөздің жалпы мағынасы. Сол сөздің әртүрлі тұлғалар арқылы түрленуінің нәтижесінде немесе басқа сөздермен әр алуан қарым-қатынасқа түсу салдарынан пайда болатын және сөздерді бір-бірінен бөлмей, керісінше белгілі бір грамматикалық топтарға ортақ қасиеттер арқылы біріктіретін жалпы мағыналары болып табылады. Яғни грамматикалық мағына мен лексикалық мағына өте тығыз байланысты. Грамматикалық мағына лексикалық мағынаның негізінде пайда болады және оның басқа сөздермен байланысқа түсіп қарым-қатынас нәтижесінде туындайды дейміз. Мағынаны берудің үш тәсіл көрсетіледі. Бірінші семантикалық тәсіл, екінші синтетикалық тәсіл, үшінші аналитикалық тәсіл. Семантикалық тәсіл сөздің лексикалық мағынасының абстракцияланып, жалпылануы арқылы іске асатын белгілі бір топтағы сөздерге ортақ мағына. Мысалы алатын болсақ, дала сөзінің мағыналары заттық мағына, оның ішінде деректі зат атауын білдіруі, жалпы зат атауын білдіруі, жансыз зат атауын білдіруі. Бұл қасиеттер тек қана дала сөзіне емес, бүкіл зат есімге тән мағыналар. Сондықтан да грамматикалық мағынаны жалпылама сипатта болады дейміз да, олардың білдіретін мағынасын оның семантикасы деп атаймыз. Грамматикалық мағына негізінен түбірдің семантикасы арқылы беріледі. Грамматикалық мағына берудің екінші тәсілі синтетикалық тәсіл деп аталады. Синтетикалық деген сөз синтез, қосу дегеннен шыққан. Яғни сөзге түрлі қосымшалар қосылу арқылы берілетін грамматикалық мағыналар деген сөз. Қазақ тілі үшін негізгі тәсіл осы қосымша жолы. Мысалға далада десек, да қосымшасы оған орын, мекендік мағына беріп тұр. Келген десек, ол бесінші жұрнағы етістікке жалғанып шақтық мағына беріп тұр деген секілді. Екінші, біз тек қана қазақ тілінде емес, бүкіл тілдерге тән грамматикалық ұғымдарды қарастырып отырғаннан кейін, басқа да осы мағынаны берудің синтетикалық тәсілдеріне тоқталамыз. Мысалға, орыс тілінде префикс қосылу жолымен де грамматикалық мағына беріледі. Мысалға, на столе дегенде приставка арқылы сөздің мағынасы, грамматикалық мағынасы өзгерді. Немесе кету деген қимылды білдіретін поехать, уехать сөздерінің мағынасын ажыратып тұрғанда осы сөздің алдындағы приставкалар. Келесі ішкі флексия жолы. Бұл да біздің тілімізге тән емес, дегенмен басқа тілдерде бар. Яғни, мысалға, орыс тілін алатын болсақ, орыс тілі қопармалы тіл болғандықтан қосымшалар түбірдің ішіне кіріп кетеді, яғни қосымшаның түбір өзгеріске өте бейім болады. Мысалға, день десек, жекеше тұлғада тұрса, дня деген септік жалғауында тұр, днем, дни дегенде септік жалғаулары сол түбірдің ішіне кіріп кетіп тұр. Бұны ішкі флексия жолымен мағынаны берілуі дейміз. Келесі жолы екпін арқылы. Бұл да біздің тілімізге тән емес. Екпін бізде сөз мағынасын ажырату, грамматикалық мағына берудің қызметін атқара алмайды. Мысалға, ақно деген сөзді екі септікте екі түрлі айтуға болады, екі түрлі екпінмен айтуға болады. Мысалы, окна десек, терезелер, ничего дегенде, окна дегенде ол падежде септік жалғауында тұр. Яғни осы арқылы, екпін арқылы грамматикалық мағыналар беріліп тұр. Суплетивизм жолы. Бұл да біздің тілімізге тән емес, басқа тілдерде бар мағына берудің жолы. Мысалға, жекеше тұлғада человек дейтін болса, орыс тілінде, ал енді көпше түрде алғанда оны человеки деп айта алмаймыз, оны люди деп береміз. Жақсы дегенді хорошо деп беретін болсақ, одан жақсы, тәуір дегенді шырай формасын лучше деп береміз. Осындай құбылысты суплетивизм деп
айтамыз. Тілі аналитикалық тәсіл деп аталады. Оны берудің де бірнеше жолдары бар. Біріншіден, негізгі сөздердің тіркесуі арқылы. Мысалға, екі негізгі сөз тіркесіп келген кезде, оның бірі өзінің бастапқы мағынасына, грамматикалық мағынасынан ажырап, басқа мағына беріп кетуі мүмкін. Мысалға, алтын сағат десек, алтында зат есім, сағатта зат есім. Бірақ енді сағаттың алдында тұрғаннан кейін алтын сөзі сындық мағына үстеп кетіп тұр. Екеуі де толық мағыналы сөздердің тіркесуі арқылы жасалып тұр. Негізгі сөз бен көмекші сөздің тіркесуі. Бұл жерде көмекші сөз дегенде көмекші есімдер кірмейді. Грамматикалық мағына беретін көрсеткіштер ретінде көмекші етістіктер мен шылаулар танылады. Келесі, сөздердің қосарлану арқылы. Бұл жерде ескеретін нәрсе, тілімізде қайталама қос сөздер деген бар, қосарлама қос сөздер деген бар. Қосарлау арқылы сөз жасау, ол сөз жасау тәсілі болатын болса, яғни жаңа мағына, лексикалық мағыналы сөздер берілетін болса, қосарлау арқылы қайталама нәтижесінде жаңа мағыналы сөз жасалмайды, бұл жерде грамматикалық мағына беріледі. Мысалға, тау астық десек, қора қой десек, мая шөп десек, екі сөздің қайталанып, біркелкі тұлғада қайталанып келу арқылы оның көптігін беріп отырмыз. Мысалы, сөйлей, айта деп етістікті қайталайтын болсақ, онда қимылдың дүркінділігі байқалады. Келесі, сөздердің орын тәртібі арқылы. Яғни, сөздер сөйлемде қолданысында жаңағы алдында тұрма, негізгі сөздің артында тұрма, соған байланысты өзгеріске түсіп отырады. Мысалға, қалта сағат десек. Бұл жердегі негізгі затымыз қалта сағат деген сағат болып тұр. Ал енді сағат қалта десек, мұндағы затымыз сағат қалта дегенде қалта болып тұр да, қандай қалта деп оның сынын білдіріп тұр. Демек, бұл жердегі екі сөзде бірде зат есім, бірде сын есімге ауысып кетіп тұр. Ол осындай орын тәртібіне байланысты. Сонымен қатар дауыс ырғағы, интонация арқылы да біз грамматикалық мағыналарды бере аламыз. Енді грамматикалық мағынаның түрлері бар. Бірінші, жалпы грамматикалық мағына деп аталады. Екінші, категориялық грамматикалық мағына. Үшінші, қатыстық грамматикалық мағына деп аталады. Грамматикалық мағына мен форманың сәйкестігіне байланысты профессор Исаев мынадай мысалдар береді. Біріншіден, грамматикалық формасыз грамматикалық мағыналы беріледі. Мысалға алатын болсақ, тілімізде нөлдік тұлға деген бар. Нөлдік тұлға дегеніміз сол қосымшалардың, оның ішінде жалғаулардың түсіп қалып қолданылуы. Жалғау түсіп қалғанменен оның мәні, байланыстыру қасиеті сақталады. Екіншіден, грамматикалық мағынасыз формаларда кездеседі. Мысалға алатын болсақ, үйінде дегенде септік жалғауы, негізінен бұл даде, тати деген жат септік жалғауы дейміз. Ал енді тәуелді септеуде оның алдына н деген дыбыс қосылады. Бұл қазіргі тілімізде ешқандай да мағына бере алмайтын басы артық тұлға деген сөз. Үшіншіден, бір грамматикалық мағынамыз бірнеше форма арқылы беріледі. Мысалға, көптік мағынаны біз көптік жалғаумен береміз ларлер, сонымен қатар тәуелдік жалғауда, чіктік жалғауларда көптік мағынаны бере алады. Келесі, грамматикалық категория мәселесі. Грамматикалық категория бұл өз ішінде бір-біріне қарама-қайшылықта бола алатын бірнеше, кем дегенде екі түрлі тектес, мәндес грамматикалық мағыналар мен формалардың бірлігі, жиынтығы деп танылады. Грамматикалық категория болу үшін сөз табы қандай да бір тұлғалармен жаппай түрлене алуы керек. Яғни, тілімізде қай сөз табы түрленеді, оның сондай ғана категориялары болады деген сөз. Біздің тілімізде түрленетін үш сөз табы бар. Бірінші, зат есім. Зат есімде сан мөлшер немесе көптік категориясы болады, тәуелдік категориясы және септік категориясы бар. Яғни, зат есімдер осы көптеледі, септеледі, жаппай тәуелдене алады деген сөз. Сондықтан оның осындай категорияларын ғана көрсетеміз. Ал сын есім негізінен түрленбейтін сөз табы, бірақ оның ішінде сапалық сын есімдер шырай арқылы түрленетіндіктен оның шырай категориясы бар деп танимыз. Үшінші, етістікте. Етістік дегеніміз категорияға өте бай сөз табы, оның 6 бірдей категориясы бар. Салт сабақтылық категориясы, болымды болымсыздық категориясы, етіс категориясы, рай, шақ және жақ категориясы деген 6 бірдей категориясы бар. Таза грамматикалық категориялар және лексика грамматикалық категориялар. Бұл екі категорияның қандай айырмашылықтары бар? Таза грамматикалық категорияға көптік, септік, тәуелдік, шақ, жақ, рай категориясын жатқызсақ, лексика грамматикалық категорияларға шырай, етіс, салт сабақтылық, болымды болымсыздық категорияларын жатқызамыз. Осы тақырып бойынша алдарыңызда әдебиеттер тізімі көрсетілген. Осы дәрісті осы әдебиеттерден толықтырып қарай аласыздар. Сау болыңыздар.